Ал енді мен Жеңіс бауырымды сол 1963 жылы бозбала шақтан бері қарай білемін. Мынау Қазақтың химия-технологиялық институтында қатар оқыдық. Мен құрылыс факультетінде, ол жігіт механика факультетінде. Ең бастысы сол заманда біздің екі факультетте қыздар аз болуына байланысты болу керек. Екі факультеттің жігіттерін бір общежитияда ұстайтын. Бірінші, екінші этажда мехфак, үшінші, төртінші этажда құрылыс факультетінің азаматтары болатын. Біз содан қатар жүрдік, бірге болдық. Жастықтың, бозбалалық шақтың қызықтарын қатар тамашалап жүрдік. Ең қызығы, біз ол заманда жолдамамен барлығымыз жан-жаққа тарайтынбыз. Мен Ақтөбе облысында 3 жыл қызмет жасап елге келсем, Жеңіс бауырым сол Атырау облысында жолдамамен барып қызметін атқарып келіп, ішкі істер бөлімінде қызметке кірген екен. Сұңғақ бойлы, кең иықты жігітке форма жарасып бір қарағанда көзің тоймайды. Қызға да қарап тұрдым. Сол бастан аяғына шейін көз жүгіртіп. Енді қария жасқа келгенде бозбалалық жастағы қызықтарды айта бермейсің ғой. Дегенмен былай қарап тұрсам, тентек, тиштір деп маған иығымнан түртетмейтім. Жоқ, саған милицияның формасы әдемі жарасады екен, керемет жарасады екен. Жалпы мылқаудың тілін мылқау біледі дейді. Тентектердің тілін сен білуге тиіссің ғой, білем ғой мен сені жас кезіңнен. Сен құда қаласа генерал боласың дедім. Сен күлбай мазақтамасайшы деп кетті. Арада жылдар өтті. Мен Созақ ауданының атқару комитетінің төрағасы, яғни председатель райисполком болып жүргенімде, бұл Жаһан облыстық милиция басқармасының бастығы болып істеп тұрғанда генерал танылды. Ол кеңестік одақтың генералы, бұл Қазақстанның емес. Сол генералдықты алғаннан кейін жарлықты оқыған бойда ішкі телефонмен хабарласып, ай Жақа, құтты болсын мынау замандасымыздың генерал болғаны, сен біздің мақтанышымыз десем, еңкілдеп күліп алып, мынау қазақ айтады, жындының айтқаны келмейді, сандырақтағаны келеді деп, ақыры генералмын ғой деп өзіме қарай жабысып жатыр. Осылай балғын тәтті шақты бір өтісқан досымыздың бүгін 75-ке келіп мерейтойын атқарып жатқаны біз үшін қуаныш. Өкінішке орай денсаулыққа байланысты мен Астанада емделіп жүрдім. Сондықтан мынау басы-қасында бола алмағаныма сәл іштей күйзеліс бар. Дегенмен Жақа, мынау мерейтойың құтты болсын. Сен біздің мақтанышымызсыз. Біз сізді мақтамаймыз, сізбен мақтанамыз. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін. Сен тек қана өзіңнің бойыңдағы жақсы қасиетті өзің өсуің емес, сен ұлдарды да жақсы тәрбиеледің. Өзің ізбасар дайынды тәрбиеледің. Құда қаласа Сұлтановтардың үйінде тағы бір генерал шықса, біз нұр үстіне нұр деп есептейміз. Сондықтан болашақ өмірің жақсылыққа толы болсын, қуаныштыққа толы болсын. Жақсылықта кездесіп тұрайық бауырым. Рахмет.